Жанары оттай жанып жүрегімді шоттай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағатпай қалып Алдымен бізге ұзындығы және ені бойынша 1,1 метрлік матта қажет болады. Шелк матасының түрі өте көп. Қалағанын пайдаланып тіге берсеңіздер болады. Және де дәл қазір осыны былай екіге бүктей отырып, ортасынан қиып өтеміз. Қиып алғаннан кейін екі рет айналдыра отырып, екі қайтара отырып тігіс жасаймыз. Мына шелк матамыздың тура ортасын тауып аламыз. Және де ортасынан бергі қарай 22 сантиметр, мына жағына қарай 22 сантиметр, яғни общий 44 сантиметр етіп белгілеп аламыз. Қалған бұрыштардың бәрін оверлоктап немесе екі қайтара тігіп шығатын боламыз. Мінекей қайтарып тігіп алдық. 44 сантиметрді артық жерлерін алып тастаймыз. 44 сантиметрімізді қалдыра тұрамыз. Келесінде бізге трикотаж матасынан қажет болады. Және ені бойынша 18, ұзындығы бойынша 47. Екінші матамыз 8-те 20 сантиметрлік мата қажет болады. Мына негізі ақ түсінен алғандарыңыз дұрыс. Менде қалмағандықтан сіздерге көрсету үшін ғана қара түсінен алып көрсетіп жатырмын. Мұндай қалыңдығы жіңішке болған дұрыс. Егер де жіңішке болмаса, басты қысып тұру мүмкін. Кейін бізде мынау ені сынастырамыз, онсыз да ені стандарт болып келеді. Ұзындығы былай өзі болады. Осы ұзындығы бойынша қазір екіге бөліп алдым. 11 сантиметр етіп қырқып аламыз. Енді біздер келесі кезекте резинкамызды тігетін боламыз. Артқы резинкамызды ол үшін теріс қаратып алып, оң бетіне қаратып, жоғарғы жағын тігіп өтетін боламыз. Кейін оның ішіне резинкасын кіргізіп, осы жағын және осы жағын резинкамен закреп жасайтын боламыз. Резинкамызды төртке бүктеп аламыз. Жаңағы матамызды түп-түзу етіп, бірдей етіп төртке бүктеп алдық. Оң беті ішінде қараған ашық жағынан жабық жағына қарай 15 сантиметр етіп белгілеп аламыз. Және де жоғарғыдан төмен қарай 4 сантиметр етіп белгілеп, осы бойынша доғал түсіретін боламыз. Және де осыны қиып аламыз. Мінекей резинкамызды тігіп алдық. Тігіп алған кезде міндетті түрде закрепка жасаңыздар. Енді біздің жаңағы қиып алған үлкен трикотаж матамыз. Енді осыны оң бетін бір-біріне қаратқызып, енді осыны тігетін боламыз. Бірінші мынаны тура ортасына алып келіп, осы үсті бойынша 15 сантиметр жаңағы 15 сантиметрге дейін тігіп өтетін боламыз. Мінекей жаңағы айтылған бөлікті тіктік. Енді осыны сәл бері қарай шығарып, оң бетіне қарай. Енді осыны жеріліп тұрған жағын кішкене бүйтіп итеріп жеріп, келесі жағын бүктеп, мынау ортадағы резинка тура ортасында тұрсын. Осыны 2-3 рет закрепка істеп, жаңағы 15 сантиметрге дейін тігіп өтетін боламыз. Шетінде тіккен кезде қиғашынан тігіңіздер. Және де қалған артық жерлерін қиып тастайсыздар. Қиғаш түседі. Мына жақта да бар.
Енді жаңа ортасынан оңғыратып аламыз. Жаңа шолқ матамызды аламыз. Мына қалдырып қойған жерімізге тура ортасын белгілеген едім. Сол тура ортасына қаба матамызды алып, ол тура ортасын тауып алып, осының да осы жерден инициирующийпен түйреп, мынау бойынша мына жерге дейін былай, мына жерін былай жеткенше тігіп өтетін боламыз. Былай инициирующиймен қадап алдым. Және оң бетінен тігіңіздер. Оң бетіне аударған кезде былай тұрады. Былай тұратындай етіп, бірінші инициирующиймен бірінші қадап алыңыздар. Сосын тігесіздер. Біздің орамалымыз да дайын. Тасын тіккен кезде астына дейін, мына жерге дейін, мына жерге дейін алып кеп, машинкамен тіксеңіздер де болады, бірақ машинканың тігісі төбе жақта көрініп қалады. Ал қолмен тіксеңіздер одан да әдемірек көрінеді. Орамалымыз да дайын. Мына тастарды тіккен кезде байқасаңыздар, видеодан тастарының соң жақтарында тура орта жағына қарай жылжытамыз. Шет-шетіне қаратып жылжытпаңыздар. Егер де былай шетін былай одан да әдемі болсын десеңіздер, қиып тастасаңыздар да болады. Орамалдың анандай тұспа-тұс етіп.